Тойдағы тілек айтатын адамдардың түрлері. Ал енді мына той құтты болсын, Ернұр мен келін бақытты болсын. Әсем қызым, айналайын, сен анау-мынау емес, Асылбековтер әулетіне келін болып түсіп отырсың. Біз енді Әсемді келініміздей емес, өз туған қызымыздай көреміз. Құда-құдағилар ол жағынан 1 грамм алаңдамаңыздар. Ернұр, Әсем, шаңырақтарың биік, босағаларың берік, керегелерің кең, терезелерің тең, өбірлі-шүбірлі болып, бір жастықта қартайыңдар. Енді бағанадан бері Әсем деп жатырмыз, бірақ күйеу бала Ернұрды да ұмытпау керек енді. Не дегенмен шаңырақтың иесі ғой. Ернұр менің қолымда өскен, кішкентай кезінен көтені боқ-боқ. Тосқа шақырмай қойса екен, Ал енді келесі сөз кезегін Жансая қарындасымызға берсек. Ал енді мынау ойын ойнауға асабаның алаңына 3 бойдақ қыз керек. Қалай бауырым, нормально ма бәрі? Үй, жеп отырса жігіт емессің бе? Мен ана столға барып келейін. Нормально ғой. Давай. Келесі ойынымыз кім жылдам деп аталады? Әлемдегі ең жүйрік құс. Гепард. Тарақ бергенде сен жынды ма? Мынау саған. Ал енді мынау жасөк балама арнап шығарған өлеңім бар еді, рұқсат болса оқып берейін. Сыр бұлт түсі суық қаптайды аспан.